Ақтөбеде жолдардағы ойық шұңқырларды жөндеу жұмыстары басталды. Жер әбден кепкенше жұмысшылар шұңқырларға тас толтырып, бетін тегістейді. Бар жақсылық балаларға. Кәсіпкерлер Жайсаң мектеп-интернатының тәрбиеленушілеріне отбасылық ойын-сауық кешенінде бір күндік демалыс сыйлады. Армысыздар, эфирде тәуліктің қорытынды жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Ақтөбеде жолдардағы ой шұңқырларды жөндеу жұмыстары басталды. Жер әбден кепкенше жұмысшылар шұңқырларға тас толтырып бетін тегістейді. Жол жөндеуге шыққан бригадалар қаладағы Жанқожа Батыр, Сәңгібай Батыр даңғылы, Ақжар ауылындағы екі көшеде жұмыс істеп жатыр. Күрделі жөндеу жұмыстары мамыр айында басталады. Қала жолдары сын көтермейді. Қаланың ескі бөлігіндегі басты көше Жанқожа Батыр көшесінің қазіргі көрінісі мынадай. Уәлихан көшесімен қиылысы ойылып түсіп кеткен. Бұрылған жүргізушілер байқамай қалып, көліктерінің астын соғып алып та жатыр. Беті шұңқырға толы көшелер мұнымен бітпейді. Гришин, Рысқұлов, Маресова, Мәметов, Әзнаурыз, Есет Батыр, Тургенов, Шайкенов, орталық көшелер саналатын Бөкенбай Батыр, Әбілхайырхан даңғылдары да ойықтарға толы. Шенеуліктердің сендіруінше жүргізушілердің зығырдан қайнатқан жолдар дұрысталады, тендер өткен. Алты мердігер мекеме, олар осы қалай тек қана ауа райы қалай жақсарады, плюс кешіккен кезде заводты қосып, сосын асфальт жамылғыларын ағым жөндеу жұмыстар жүргізетін болады. Біздер Ақжар трассасының бойындағы үлкен-үлкен шұңқырларды жаптық, сосын Сәңкібай көшесіне көшіп жатырмыз. Сонымен қатар Ғайза Жұбанова, Брачы Жұбанова көшелерінің қиылыстарында бастап бүгіннен бастап тұрып жұмыс жасап отыр. Дәрмен қаратта Абылқайырханға барады, Изумрудтың үстіне, сондай үлкен-үлкен көше, жаңағы жолдағы тесіктерді соларды жасаймыз, үлкен тесіктерді. Жөндеу жұмыстары қазір ескі қала мен Ақжар ауылының көшелерінде жүргізіле бастаған. Онда жұмысшылар ойылып түсіп кеткен асфальтты тегістеуге кірісті. Биыл жолдардағы шұңқырларды жамауға 130 миллион теңге бөлінген. Анық көрініп жатқан шұрық тесікті жамау жұмыстары бұдан соң Әлия аялдамасы маңы мен 12-ші ықшам ауданында қолға алынады. Бұл аудандардағы опырайып жатқан шұңқырларға құм толтырылып тегістеледі. Шұңқырларға қиыршық тас төсеу жұмыстары аяқталған соң мердіген мекемелер Әбілхайырхан даңғылы мен Некрасов көшесінде күрделі жөндеу жұмыстарын бастамақ. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, тәулік. Шағын және орта бизнес өкілдеріне кассалық аппаратпен жұмыс істеу міндеттеледі. Ғаламтормен қамтамасыз етілген барлық аудандағы кәсібилерде бұл жаңашылдыққа көшуі тиіс. Жеке кәсіпкер мұндай машинаны қолданудан бас тартса, алғашқы ескертумен қатар 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл туралы бүгін облыстық мемлекеттік кірістер департаментінде салық заңнамасына қатысты өткен өңірлік семинарда белгілі болды. Семинарға шағын және орта бизнес саласында еңбек етіп жүрген кәсіпкерлер шақырылған. Биылғы жылдан бастап, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап, барлық салық төлеушілер қаражатпен жұмыс жасайтын, қолма-қол қаражатпен жұмыс жасайтын салық төлеушілердің барлығы онлайн кассовый аппаратқа ауыстырылды. Онлайн кассовый аппарат дегеніміз күнделікті көрсетілген қызметке чек талап ету керек. Сол чек арқылы салық төлеушінің есеп бетіне оның күнделікті есебі түсіп отырады. Сол есепке байланысты есеп тапсырылады. Салық заңнамасына енгізілген жекелеген өзгерістер мұнымен шектелмейді. Жеке кәсіпкерлердің жұмысын жоспарсыз тексеруге 3 жылға дейін қатаң тыйым салынады. Бұл санатқа жер қойнауын бұрғылаушылар ауыл шаруашылығы саласында нәпақасын тауып жүрген бизнес өкілдері кіреді. Ал былтыр облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері салық жүйесін тексеруге байланысты 1000-нан аса құжат қабылдаған. Қала мектептерінде өлкетану жұмысы жанданады. Бұл саланы тарих, география пәндерінің ұстаздарымен қатар музей жұмысына жауапты мамандар қоса меңгермек. Бүгін облыстық тарихи өлкетану музейінде қалалық жас туристер станциясының қызметкерлері білім беру ұйымдарынан жиналған 50 педагогқа туристік өлкетану қызметі, білім мен тәрбиенің басты құралы атты тәжірибелік семинарын өткізді.
Өлке тану бағытында біздерде көп жұмыс жанданбай тұр. Мысалға, өлкені тану дейді. Балалар көбіне көп өзінің өлкесінен шыққан қоғам қайраткерлерін, ұлы тұлғалар, батырларды біле білмейді. Мысалы, қаламызда тұрған ескерткіш, ол кімнің ескерткіші, көше, кімнің атына берілген көше екендіктерін олар білмейді. Және киелі орындар біздің, мысалға, Ақтөбе облысы бойынша аудандарда көптеген киелі жерлер бар. Мысалы, айтатын болсақ, Қобыланды батыр, Абат байтақ, Есет батыры, мысалға, Хан моласы дейді. Көптен көп жаңағы киелі орындарымыз туризмді жандандыратын киелі орындар баратын жерлер өте көп. Қатысушыларға өлкетану танымындағы ұшан теңіз біліммен қатар үйірмелерде сабақ беруге мүмкіндік беретін сертификат тапсырылды. Білім беру мекемелерінде музейді қалай жасақтау тәсілдері үйретілді. Өңірдегі көптеген әдемі таулы қыраттардың, кесенелердің тарихынан мәліметтер беретін жинақ кітапшалар үлестірілді. Сондай-ақ семинар қатысушылары тарихи өлкетану музейіне 2 сағаттық экскурсия жасады. Бүгін отбасылық ойын-сауық орталығына Жайсаң мектеп-интернатының тәрбиеленушілері жеткізілді. 20 шақты бала күні бойы осында құмардан шыққанша асыр салып ойнады. Дастархан да әзірленіп, балалардың сүйікті астары қойылған. Ойынға қанық қарны тоқ болса, қай балаға да одан асқан қуаныш жоқ. Ақтөбедегі кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау қауымдастығы Қамқоршылық Забота қайырымдылық қорымен бірлесе, ұзақ жылдар бойы жан жылуына зәру балаларға осы қуанышты сыйлап келеді. Ойын баласы деген осы, секіру, сырғанау, әткеншекте тербетілу, шолау, бір-бірін қуалап ойнау десе, алдарына жан салмайды. Бүгін Жайсаң мектеп-интернатының бір топ тәрбиеленушісін қабылдаған отбасылық ойын-сауық орталығында балалардың уақытын көңілді өткізуіне бар жағдай жасалған. Қаладағы қайырымды кәсіпкерлер арқасында балалар бүгінгі күндерін алаңсыз асыр салып ойынмен өткізді. Дастарханда жайылған, сүйікті астарында тоя жеді. Видеть сияющие, добрые лица наших детей. Балалардың әсіресе тағдырлары қиын балалардың жүзіне күлкі ұялату, оларға кішкене де болса қуаныш сыйлау үлкендердің міндеті деп білемін. Бұл балалар бақытты болса, дұрыс іс істеп жатырмыз-ау деп, өз-өзімізге де сый-құрметіміз арта түседі. Ата-аналарының бере алмай кеткен махаббатын, қамқорлығын біз беруге тырысып жүрміз. Нұр Отан партиясының бастауыш партия ұйымына мүше кәсіпкерлері Жайсаң мектеп-интернатымен тығыз байланыста. 15 жылдан бері ондағы жетім балаларға қарайласып тұрады. Одан бөлек қалада 140-қа жуық мүмкіндігі шектеулі баланы қамқорлығына алған. Әр мереке сайын оларды да осындай ойын-сауық кештеріне жинап, қажеттіліктерін сатып алып беріп тұрады. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, тәулік. Қордайда полиция қызметкерлеріне күш көрсеткен 3 тұрғын қамауға алынды. Олар ағайынды дүнгендер. Құжатының көлігі жоқ біреу полиция бөліміне барудан бас тартып, үйіне қашып барып, сол жерде 2 ағасымен бірге тәртіп сақшыларын ұрып соққан. Билік өкіліне күш көрсету бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілген. Іс сотқа тапсырылды деп хабарлайды Бас прокуратура. Және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Алматыда лаңкестік жасауға дайындалды деген күдікпен 2 адам ұсталды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлайды. Жедел іздестіру шараларының барысында қолға түскендер сот санкциясымен тұтқындалды. Олар жат діни ағымның мүшелері. Мекенжайларына жүргізілген тінту барысында қолдан жасалған жарылғыш құрылғы мен оны әзірлеуге қажет бөлшектер, пышақпен шабуыл жасалатын нысандардың суреттері мен бейне жазбалары түсірілген смартфондар тәркіленген. Оларға қатысты теракт жасауға дайындалу және лаңкестікті насихаттау баптары мен қылмыстық істер қозғалды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Қазақстан Ресейдің Сила Сибири 2 газ құбырын Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарын газдандыру үшін қолдануға мүдделі. Бұл туралы бүгін энергетика министрі Нұрлан Ноғаев мәлім етті. Сила Сибири 2 құбырын Қазақстан аумағы арқылы өткізіп, кейін оны Қытайдың батыс-шығыс газ құбырына қосу жоспары ұсынылған. Қазір келіссөздер жүріп жатыр. Жобаны жүзеге асыру әзір жоспарда, деді министр. Diamond Princess Cruise лайнерінің жолаушылары ертеңнен бастап босатылады. Процесс 21 ақпанда аяқталуы тиіс. Бұл туралы Жапонияның денсаулық сақтау министрі мәлім етті. Кемеден COVID-19 коронавирусы анықталмаған адамдар кете алады. Сынамалар жолаушылардың барлығынан алынған. Қазір зерттеліп жатыр. Кемеде 3 мыңға жуық адам отыр. Арасында қазақстандық 2 әйел мен 2 бала бар. Олар құрлыққа түскеннен кейін вирус табылмаса Қазақстанға оралуы мүмкін. Әзірге олардан коронавирус анықталмаған. Жапон тарапы жолаушыларды жерде қосымша тексеруді жоспарлап отыр. Кеме 5 ақпаннан бері карантинде тұр.
Денис дауылына байланысты Британ билігі сот алуы мүмкін екені жөнінде жаңа ескерту жариялады. Жағдай Англияда күрделі. Демалыстан бері дауылдың екпіні басылған. Жексенбіде желдің жылдамдығы сағатына 150 шақырымға жетіп, айлық мөлшерден артық жауын шашын түскен. Метеорологтар солтүстік Англияда өзендерде су деңгейі бүгін төмендеуі мүмкін деп болжап отыр. Францияның солтүстік батысында 20 мыңға жуық отбасы қараңғыда қалды. Германияда ағаштар опырылып, жол-көлік апаттарына себеп болды. Денис штормына тап болған ұшақ Лондон әуежайына тігінен қонуға мәжбүр болды. Біріккен Араб Әмірліктерінен келген Airbus A380 ұшағы Хитроу әуежайына қонар кезде қатты желден шайқалған. Абырой болғанда ұшқыштар әуе кемесін сәтті қондырып, жолаушылар зардап шекпеген. Еуропаға жеткен Денис дауылынан алдын ала мәліметтер бойынша 3 адам қаза тапқан. Еуропа одағы жерорта теңізінің босқындар келетін аудандарын өзінің кемелерімен шолғындауды қайта жандандырмақ. Сонымен қатар Ливияға қару жеткізуге салынған эмбаргоны қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралар әзірленіп жатыр. 2016 жылы София операциясы негізінен мигранттарды заңсыз аттандыруға қарсы жүргізіліп, көп адамды құтқару мүмкін болмаған. Еуропа одағының жаңа шешіміне кей елдер қарсы. Олар кемелер мигранттарды құтқарып, босқындардың жаңа легі басталуы мүмкін деп қауіптенеді. Жаңа операция ауада, ғарышта және теңізде жүргізіледі. Әзірге оған қанша адам мен қанша құрылғы қажет екені белгісіз. 2019 жылы қарашада Бек Эйр әуе компаниясын сертификаттаудан өткізген Қазақстан авиация әкімшілігінің 2 инспекторы жұмыстан қуылды. Қызметтік тергеу барысында олардың өз қызметін толық көлемде атқармаған анықталған. Бұл туралы авиация әкімшілігінің бас директоры Питер Гриффис мәлім етті. Ұшақ апатынан кейін әуе компаниясының сертификаттары тоқтатылды. Тексеру барысында инспекторлар қозғалтқыштардан май ағып тұрғанын, кейбір доңғалақтардың резинкелері болмай, темірлерді скотчтап қойғанын анықтаған. Жоспардан тексерудің ресми нәтижелері әуе компаниясына 27 ақпанда жолданбақ. Шымкент гарнизонының әскери соты әскери бөлімнің атыс алаңының бастығын соттады. Ол былтыр қазан айында өзінің бұйрығын орындамаған әскери қызметкерді соққыға жыққан. Қарамағындағы тағы бір әскериді оқу орталығының моншасын салу кезінде ұрып соққан. Сот сонымен қатар былтыр тамыз айында сотталушы 4 әскери қызметкерге демалыс беріп, өз үйіне алып келіп түрлі құрылыс жұмыстарына салғанын анықтады. Сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, 3 жылға бас бостандығы шектелді. Өмір бойы әскери лауазымды қызмет атқара алмайды. Старшина атағынан айырылды. Оралда ер адам аудандық аурухананы өртеп қашып кеткен. Ол төсекке от қойған. Кейін өзі 2-ші қабаттан секіріп ізін суытқан. Полиция іздеу жариялады. 15 шаршы метр жер жанып кетті. Өрт таң алдында шыққан. 3 көлікпен 11 өрт сөндіруші жалынды ауыздықтап, 20 науқас тысқа шығарылған. Оның 4-еуі бала. Сонымен қатар аурухананың 8 қызметкері бар. 2 адам құтқарылды, 1-еуі бала. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Ауған соғысының ардагерлері қайырымдылық жасады. Жауынгерлік бауырластық қоғамдық бірлестігінің мүшелері қыз келіншектерге сырт киімдер таратты. Авиценна командасы халықаралық футбол турнирінен жүлдемен оралды. Команда облыс дәрігерлерінен құралған. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолақ. Бар болғаны 50 000 теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз. Уәлиханов көшесі 35. Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220 250 222 300. 220 250 222 300. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3W Ақтөбе радио KZ сайтында. Ақтөбе радио KZ сайтында.
Көктем мерекесінің де есі шыға бастады. Бүгін қалалық жұмыспен қамту орталығында жауынгерлік бауырластық қоғамдық бірлестігінің мүшелері 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай қайырымдылық акциясын өткізді. Мұқтаж отбасының қыз келіншектеріне сырт киімдер сыйға тартты. Адам көркі шүберек, соның ішінде қыз келіншек біткен, үстеріндегі киімі жаңарса, көңілдері бір-бірлеп қалады. Ажарлары кіріп, мінездері де жұмсай түседі. Бүгінгі сыйлық мына қыз келіншектерге солай әсер етті. Спасибо вам. Я уже взяла потом. Жағдайлары жетсе, бұл әйелдерде замандастары секілді көйлегін күнде жаңартып отырар еді. Қыс мезгілінде сырт киімнің сыйға тартылғаны орынды болды. Спасибо за куртку. Сейчас очень дорого. Мұндай қайырымдылық акциясына алғаш қатысуым, сыйлық үшін рахмет айтамын. Сырт киімдер қымбат қой, өздігімізбен сатып ала алмас едік. Зейнетақымыз оған жетпейді. Мына жігіттерге алғысым шексіз. Кезінде отан алдындағы борыштарын абыроймен атқарды, енді бейбіт елімізде азаматтық борыштарын атқарып жүр. Биыл ауғаннан кеңес әскерінің шығарылғанына 31 жыл, оған қоса осы қайырымдылық акциясын ұйымдастырған жауынгерлік бауырластық қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 10 жыл. Ардагерлер мерекелік көңіл күйлерін осылайша өзгелермен бөлісіп жатыр. Біздің ортамызда ауған соғысының ардагері Сүйіншәлін Алтынбек деген жігіт осы саудамен айналысады. Сол осы саудамен айналысқанда өзінің қолындағы қорынан бізге бөліп береді. Осы өзі көрінгісі келмеген болған, бірақ енді осы біздің қоғамымыз арқылы ол өзінің жүрегіндегі несін білдіріп жатыр. Солай осы мына енді биыл әйел адамдардың көрткісі 8 март жақындап жатыр, сонымен әйел адамды құттықтайық деп осындай шара өткізіп жатырмыз. 30 күртеше берілген, бүгін 14 қыз келіншек киінді. Бірінші топтағы 2 әйелге сыйлықтары үйлеріне жеткізіледі. Киімдердің бір сыпырасы Қандыағашқа жөнелтілген. Сыйлыққа ие болып жатқандардың барлығы қалалық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің есебінде тұрған отбасылардан. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Сағи Жиенбаев залына келіңіз. Бүгін Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында табиғат лирикасына толы бөлме ашылды. Шараға зиялы қауым өкілдері мен мәдениет саласының қызметкерлері, оқырмандар қатысты. Сағи ақынның атындағы оқу залында Алматы қаласынан жары Уазипа Жиенбаеваның беріп жіберген жеке бұйымдар мен бірнеше кітап бар. Кітапханаға кітап сыйлау, кітапты көбейту деген соңғы жылдары көбейе бастады, себебі халық оқымай қалды. Соңғы жылдары бізді алаңдататын сондай нәрсе. Ал былай қарағанда жалпы жазушылар белгілі ақындар үшін бұл дәстүрлі нәрсе. Сағи деген ағамызды айтып түсіндіріп керек жоқ. Қазақ поэзиясының классигі, өте ірі классиктерінің бірі, лирик, атақты. Сол Сағи ағамыздың соңында қалған жеңгеміз, бала шағасы осы ұйғарымға келіп, Туанау Алматыдан Сағи ағамның өзінің қолымен ұстаған кітаптарын, үлкен кітапханасын алып келіп, осы кітапханаға, Сағидің атымен аталатын кітапханаға сыйлауы үлкен жаңалықтың біреуі деп ойлаймын. Сондай ақынның өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін құжаттар, журналдар бетінде басылған мақалалар қойылған. Басқосуды жастар ән жырмен жалғады. Ақтөбе гуманитарлық колледжінің студенттері Гүлбану Сағиғалиева мен Мейрамгүл Есенгелдиева ақынның «Бақыт құсы» атты кітабынан үзінділер оқыды. Ақынның сөзіне жазылған «Айналдым елім, қарттарым» атты әндерін орындады. Ал ақтөбелік дәрігерлер құрамасы футзалдан өткен халықаралық турнирден жүлдемен оралды. Авиценна командасын ұшақтан бүгін әріптестері үлкен қошаметпен қарсы алды. Шағын футболдан жарыс Польшаның Краков қаласында өткен болатын. 14-16 февраль аралығында Польша Республикасы Краков қаласында дәрігерлер арасындағы футзалдан әлем чемпионаты өткізілген болатын. Біздің Қазақстанның атынан Ақтөбе қаласы барған болатын. Құрамада 10 дәрігер. Жалпы жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Жарыста 10 команда қатысқан болатын. Оның ішінде Қазақстаннан бөлек Ресей, Украина, Беларусь, Австрия, Англия, Литва, Польша командалары қатысқан болатын. Соның ішінде біздің құрама ең соңына дейін жетіп 6 ойын өткізіп, финалда Украина құрамасына есе жіберген болатынбыз. Яғни біз күміс жүлдегер атандық. Бұл жарыстың негізгі мақсаты дәрігерлер арасында тек қана футбол ойнау емес, бұл дәрігер арасындағы тәжірибе алмасу мүмкіндігі тудыру болатын.
Бұл жарыста үздік турнирді өткізген елдің командасы еленген. Ақтөбелік дәрігерлердің мұндай халықаралық деңгейдегі жарысқа алғаш қатысып жүлделі болуы. 2017 жылы ғана құрылған авиацияна командасының құрамында 25 спортшы бар. Олар облыстағы түрлі медициналық мекемелердің дәрігерлері мен орта буын медицина қызметкерлері. Халықаралық турнир 18 бен 40 жас аралығындағы ер адамдар арасында өткендіктен Польшаға тек 25 пен 30 жас аралығындағы 10 адам бара алды. Енді қыркүйек айында Семейде дәрігерлер арасында ел біріншілігі Нобель кубогы өтеді. Құрама сол жарыстарға дайындалмақ. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқынға ілес. Дәл қазір қосыл. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолақ. Бар болғаны 50 000 теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз. Уәлиханов көшесі 35. Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220 250 222 300. 220 250 222 300. Рикатвны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рикатвны онлайн қараңыз. 3W Rikatv.kz сайтында. Rikatv.kz сайтында. Бұған дейін Қайрат Ордабасы және Спартак командаларын жаттықтырған ресейлік маман Алексей Петрушин Ақтөбеге келді. Бұл туралы Ақтөбелік клубтың баспасөз қызметі мәлімдеді. Петрушиннің басшылығымен 2004 жылы Қайрат Қазақстан чемпион атанды. Ал Ордабасы 2017 жылы Қазақстан чемпионатында қола жүлдеге ие болды. Спорт жаңалықтары алдағы топтамада. 2019 жылғы Азия чемпионы және әлем чемпионатының қола жүлдегері Тұрсынбай Құлахмет кәсіпқой боксқа өтті деп хабарлады МТК Global компаниясы. МТК Global командасына қосылғаныма қуаныштымын. Ол әлемдегі үздік компания. Бұл менің карьерам үшін ең жақсы бағыт деп ойлаймын дейді Құлахмет. 26 жастағы Құлахмет 3 дүркін Қазақстан чемпионы. Ол 75 келіге дейінгі салмақта 2019 жылғы Азия және әлем чемпионатында Әбілхан Аманқұловтың жарақатына байланысты барған. Ташкентте өтіп жатқан ауыр атлетикадан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан тағы бір алтынды жеңіп алды деп хабарлайды федерацияның баспасөз қызметі. 89 келедегі қоссайыс нәтижесі бойынша 360 келе көтерген Ғиса Әділетұлы бірінші болды. Екінші кореялық Енг Хунг 324, ал үшінші Өзбекстан спортшысы Хакимжон Шахметдинов 323. Бүгін тағы екі қазақстандық 96 келеге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Артем Антроп пен Рахат Бекболат. Жастар арасындағы Азия чемпионаты 20 ақпанда аяқталады. Бұл жарысқа әлемнің 20 елінен 14 қыздар мен 18 ерлер командасы қатысып жатыр. Қазір Қазақстан қоржында 7 жүлде. Мұның алдында Сайхан Тайсуев, Гүлнұр Ыбырай, Карина Кузгумбаева мен Айсамал Сансызбаева алтын, Абылайхан Әуелханов күміс, ал Сайрамкез Ақмолда қоланы жеңіп алды. Екінші жеңіл салмақта өнер көрсеткен қазақстандық боксшы Ержан Залиловтың кәсіпқой рингке қашан оралатыны белгілі болды. Бокс.com мәліметі бойынша қазақстандық боксшы 7 наурызда ресейлік Екатеринбургте бокс кешінде қатысады. Ол жеңіліс дәмін татпаған тәжікстандық Асрор Вахидоновпен жұдырықтасады. Жекпе-жек 6 раундқа жоспарланған. Залилов соңғы жекпе-жегін 2018 жыл қыркүйекте өткізген болатын. Сол кезде Мәскеуде жергілікті Александр Салтиковты нокаутпен жеңді. Ауыр атлетикадан Азия чемпионатындағы коронавирустың өршуіне байланысты Қазақстаннан Өзбекстанға ауыстырылды. Бұл туралы Аirsport агенттігі халықаралық ауыр атлетика федерациясының сайтына сілтеме жасай отырып жазды. Бұған дейін коронавирустың таралуына байланысты Қазақстан үкіметі Қытаймен шектесетін елдерден жолаушыларға кіруді және шығуды шектеді. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 15 ақпанда Қазақстанда коронавирусты жұқтырудың бірде-бір оқиғасы тіркелмеген, бірақ ел билігі оны
онымен күресуге дайын екенін мәлімдеді. IVF-тің атқарушы комитеті қалыптасқан жағдайды жедел түрде талқылап, жарысты Өзбекстанға көшіру туралы шешім қабылдады. Осылайша ауыр атлетикадан Азия чемпионаты 16-25 сәуірде Ташкентте өтетін болды. Тарас сапынан кеткен сербиялық қорғаушы Михайло Иванович жаңа клуб тапты деп хабарлайды Вести KZ. 31 жастағы футболшы еркін агент құқығымен Сербия чемпионатындағы аутсайдерлердің бірі Индияға ауысты. 16 команда арасында бұл клуб 14-ші келеді. Иванович Тарас үшін былтыр қаңтардан бері ойнады. 2019 жылы 14 матч өткізіп, бір ассистент жасады. Трансфермаркеттің мәліметінше оның трансфері 250 мың евро. Михайло карьерасында сербиялық Слобода Младост, Слога Единство, Важдовец және Алумейтс Карвена Славия, Збаревка және белорусиялық Неман сапында өнер көрсеткен. 4 салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы Саул Канело Альварестің 2 мамырда Лас-Вегаста жоспарланған жекпе-жегінде кіммен кездесетіні белгілі болды деп хабарлайды Вести KZ. Канело 2 орта салмақтағы тұжырым бойынша әлем чемпионы ұлыбританиялық Билли Джо Сандерспен жұдырықтасады. Бұл туралы ирландиялық боксшы Гери Спайко Салливан мәлімдеді. Ол бұл бокс кешінің андеркатында жекпе-жек өткізетінін айтты. Канело Сандерспен жұдырықтасады, алмаған WB тұжырымындағы титулды сарапқа салу үшін Патрик Тейшерамен кездесу керек, бірақ оған алдымен титулын міндетті қорғап шығу қажет деді Салливан. Альварестің қазір 2 дивизионда әлем чемпионы титулы бар, орта салмақта және 2 орта салмақта. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.